Сәлем, кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Мынау классическое масло 180 грамм, Брест-Литовск 72,5%, проценті. Тез етіп оқып жіберейік. Тәтті кілегейлі тұзсыз Брест-Литовск. Майы майлылық үлесі 72,5%. Жоғары сорт. Құрамы: пастерленген кілегейден 100 грамм өнімнің тағамдық құндылығы орташа. Мәндер: ақуыздар 0,8 грамм, майлар 72,5, көмірсулар 1,3 грамм. Энергетикалық құндылығы 90%-ден аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдығында сақтау шартымен жарамдылық мерзімі дейді. Мынаның жазулары өте майда екен. Беларусь Республикасында өндірілген екен. Мына состав мына жерден тауып алдым. Сливки пастеризованы, пищевая ценность дейді. Условия хранения, срок годности, энергетическая ценность. Түсініксіз жазылған негізі майдың несі составы жақсы, жалпы тұтынуға болады. Ешқандай асып кеткен құрамында не жоқ. Жаңағы шошқаның майы дейма, ондай ештеңке көріп тұрған жоқпын. Жалпы жақсы май, нанға жағып жеуге болады,